Аскаридалар әлемде кең тараған құрттардың бірі. Жер шарында 1 миллиардқа жуық адам осы аскарида жұқтырған. Олардың ішінде жиі балалар мен жасөспірімдер. Аскаридалар ең ірі паразит құрттардың бірі. Олардың ұзындығы 25 сантиметрден 45 сантиметрге дейін 2,5 айдың ішінде өсіп кетеді. Және бір аскарида күніне 200 мыңдай жұмыртқасын шашады. Және олардың өмір сүру ұзақтығы 1 жылды құрайды. Аскарида бізге қалай жұғады? Ол бізге сыртқы ортадағы лас топырақтан жұғады. Мына суретке қарайтын болсақ, ішінде аскаридасы бар адамның нәжісі топыраққа түседі. Нәжіс дейміз, кейде фекалия дейміз. Ол топыраққа түседі. Ол нәжістің ішінде көптеген осы аскариданың жұмыртқалары болады, личинкалары. Осы личинкалары бізде қолымыз арқылы, тағамдар арқылы, жуылмаған көкөністер арқылы біздің ауыз қуысымызға түседі. Солай әрі қарай тарап кетеді. Аскарида жиі климаты ыстық аймақтарда, сол елдерде, әлеуметтік-экономикалық жағдайы төмен елдерде және дұрыс гигиеналық сақталмайтын ортада, сонымен қатар өте сапасыз егіндікке, егістікке салатын өте сапасыз удобрение дейміз, тыңайтқыштардың салдарынан жұғады. Аскариданың жұмыртқалары аш ішектен қан тамырлары арқылы жүріп, өкпеге, одан бронхтарға барады. Сол жерде қабыну тудырады. Бұл жедел кезеңін береді. Бұл кезде болатын белгілер құрғақ жөтел, температураның көтерілуі, қағырықта қанның іздері, сонымен қатар ентігу, кеуде аймағында ауырсыну, сонымен қатар баланың өкпесінде сырылдардың болуы жатады. Бұл кезде бұл белгілер өздігінен 1-2 аптада жоғалады. Одан кейін екінші кезең, кеш кезеңі. Бұл кезде аскаридалар ішекте болады. Ол кезде балаларда жүрек айнуы, құсуы, іш аймағында ауырсыну, тамаққа тәбетінің төмендеуі, іштің өтуі жатады. Және нәжісті қараған кезде осы аскаридалардың үлкен түрі кездеседі. Сонымен қатар кейде аллергиялық бөртпе болып, крапивница түрінде теріге шығады. Бұл кеш кезеңінде емдеу үшін гельминттерге қарсы препараттар қолданылады. Олар альбендазол, мебендазол, пирантел сияқты препараттарды қабылдау арқылы құрттарды емдеуге болады. Сонымен қатар бұл жерде құрттармен қайтадан ауырмас үшін, қайта жұқпас үшін гигиенаны қатаң түрде сақтап отыру қажет. Ол үшін тамақтармен жұмыс жасағардың алдында қолды жуу, тамақ ішердің алдында қолды жуу, топырақты ұстамауға тырысу қажет. Көкөністерді, жеміс-жидектерді жуатын кезде дұрыстап тазалап жуу және сапалы тыңайтқыштарды пайдалану қажет, егер егістік егетін болсаңыздар. Аскаридалар өз кезеңінде мынандай асқынуларды береді. Ол ішектерді бітеп тастап, ішек өткізбеушілігі, сонымен қатар өт шығару жолдарына түсіп, сол жерді бітеп, өт шығару жолдарының аурулары, холецистит береді. Сонымен қатар панкреатит және бойдың өсуіне де кедергі келтіреді. Бірақ кейде аскарида жұққан жағдайдың өзінде бессимптомный, яғни ешқандай белгісіз, ешқандай көрінбей, білінбей өтіп кетуі мүмкін. Ол кейбір адамдарда болады. Ол кезде аскарида организміне жүргенмен оны адам байқамайды және 1-2 жылда ол аскаридалар өздерінен өздері жойылып кетеді. Тіпті адамдар өздерінің ауырғанын немесе ауырмағанын да білмейді. Аскариданы анықталған кезде ол аскарида жұққаннан кейін 2-3 аптадан кейін барып результат оң шығады және анализді, яғни калды тапсырған кезде 2 апта интервалмен 3 рет тапсыру қажет. Және бір қызығы, аскариданың жұмыртқалары топыраққа түскен кезде олар дұрыстап дамып жетілу үшін топырақта 20 градустай жылы және жеткілікті түрде ылғалдылық болса 15-20 күнде жетіледі. Ал топырақтың жағдайы қолайсыз болатын болса, бұл аскариданың жұмыртқалары 10-15 жылға дейін өзінің өмір сүру қалпын сақтап жата береді. Енді аскаридалар өзі аналық және аталық құрттардан тұрады.
аталық құрттар ол кішкене 15-20 см болады, ал аналық құрттар ұзындығы 40 см дейін жетеді.